Қызылорда қаласы әлеуметтік экономикалық, мәдени рухани тұрғыда қарқынды дамыған шаһарлардың біріне айналды. Мемлекетіміздің ең басты міндеті халықтың тұрмыс сапасын арттыру, әл-ауқатын көтеру. Бұл тұрғыда мемлекет басшысы мен үкіметтің қолдауының арқасында облыс әкімінің үйлестіруімен бас шаһарда 3911 пәтерлі 74 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Жыл басынан бері 1323 пәтер кілті табысталып, жыл соңына дейін 1390 үй пайдалануға берілді. Тұрғындардың өтінішіне сәйкес 25 көп қабатты тұрғын үй ауласында балалардың ойын алаңдары салынуда. Жерлесіміз меценат Асқар Әубәкіровтің демеушілігімен 1 миллиард теңгеге орталық алаң қайта жаңғыртудан өтіп, толықтай абаттандырылды. Шаһардағы 40-тан астам саябақ, сквер, аллеялар қайта жаңғыртудан өтті. Көп қабатты тұрғын үйлерді күрделі жөндеуден өткізу, заманауи панельдермен қаптау және әрлеу жұмыстары да назардан тыс қалған емес. Бас шаһарды ыстық сумен қамтамасыз ету оң шешімін тапты. Қаламыздағы 424 көп қабатты тұрғын үй ыстық сумен қамтамасыз етілетін болады. Жыл соңына дейін 187 көп қабатты тұрғын үйге ыстық су қосылады. Биыл қаланың жол көлік инфрақұрылымын дамытуға 36 миллиард теңге бөлініп, 99 көшеге жол құрылысын салу, қайта жаңғырту, күрделі және орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 54 көшеге жаяу жүргіншілер жолы түсуде, 81 көше жарықтандырылуда. Қаладағы басты көшелер 2 жолақтан 4 жолаққа ауысып, абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Қалашылық көлік қатынасын одан әрі жетілдіру және қоршаған ортаны қорғау мақсатында Қызылорда автобус паркіне 100 жаңа электромобиль алу жоспарланып, бүгінде оның 52-сі халыққа қызмет көрсетуде. Коммуналдық салаға да жан-жақты қолдау көрсетілуде. Жуырда жылу электр орталығына 9 жаңа заманауи арнайы техника, Қызылорда су жүйесі, Жасыл Қызылорда, Қызылорда тазалығы мекемелеріне 52 автокөлік табыс етілді. Аталған мекемелерге бұған дейін де қосымша 42 арнайы техника табысталып, қазір тұрғындар игілігіне қызмет етуде. Биыл құны 2 миллиард 700 миллион теңгені құрайтын қан орталығы пайдалануға берілді. Қатынас саласына қажетті автовокзал құрылысы салынып, халық игілігіне табысталды. Қазіргі таңда халықаралық стандарттарға сай, құны 20,9 миллиард теңге болатын 10 мың орындық орталық стадионның және 6,8 миллиард теңгеге жабық бассейні бар көп салалы дене шынықтыру, сауықтыру кешенінің құрылыстары қарқынды жүруде. South Oil компаниясының демеушілігімен құны 4 миллиард 800 миллион теңгені құрайтын 650 орындық заманауи үлгідегі жаңа музыкалық колледж құрылысы жүруде. Руханият жылына орай құны 1 миллиард 800 миллион теңгені құрайтын облыстық тарихи өлкетану музейінің құрылысы басталды. Білімді қолдау қоры есебінен Қызылорда қаласында дарынды балаларға арналған физика-математика бағытындағы 300 орындық жатақханасы бар 400 орындық мектеп-интернатының құрылыстары жыл соңына дейін аяқталады деп күтілуде. Сонымен қатар, Қазгермұнай компаниясының демеушілігімен құны 2 миллиард 350 миллион теңгеге салынған 350 орындық заманауи үлгідегі оқушылар сарайы және облыстық бюджеттен 2,5 миллиард теңге бөлініп, үстел теннисі орталығы пайдалануға берілді. Жыл басынан бері 1000 орындық өнер орталығы халық игілігіне табысталды. Қорқыт әуежайының жаңа терминалының құрылысы сәтті аяқталды. Сол жағалаудан 900 орындық жайлы мектеп пайдалануға беріліп, бүгінде оқу ошағында балалар білім алуда. Қызылорда қаласында қуаттылығы 240 мегаватты құрайтын жаңа жылу электр орталығының құрылысы қарқынды жүруде. 2025 жылы ел игілігіне пайдалануға берілмек. Туған жердің түлеу үшін еңсерген қалтқысыз қызмет өз биігінен аласармай, уақыт өткен сайын асқақтай түсері сөзсіз. Өркендей бер, өрлей бер, Қызылорда.